Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғастенше таныс болыңыздар. Бізде қонақта Түркістан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері Бекжан Құрмаш мырза, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай жеттіңіз? Жақсы, рахмет. Бүгін шомылу маусымы туралы сөз қозғасақ, жалпы шомылу маусымы қашан басталады, дайындық жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр, түсіндірме жұмыстары қаншалықты қарқын алды? Жалпы республика көлемінде шомылу маусымы негізі бірінші маусымнан бастап 30 қыркүйекке дейін осы 3 айлық мерзімде жүргізіледі. Шомылу маусымы дайындық ретінде біздің Түркістан облысы бойынша қазіргі таңда коммуналдық жағажайлар іске қосылайын деп жатыр облыста. Қазір дайындық шаралар жүргізіліп жатыр. Ол жерге астын тазалау деген секілді, құтқарушылар дайындау деген сияқты бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Негізі осы облыс бойынша қанша орында суға түсуге болады, рұқсат етілген? Біздің облысымызда жалпы облыс әкімінің өзі бекіткен қаулысы бар. Сол қаулыға сәйкес 27 орын бекітілген. Оның ішінде 11 коммуналдық жағажай болып бекітілген. Түсуге болмайтын аймақтарда, арнайы бекітіледі, ол да облыс әкімінің қаулысына сәйкес біздің облыста 111 қауіпті тыйым салынған орындар бар суға түсуге. Ол орындарда кәдімгідей біздің тарапымыздан, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан тыйым салу белгілер орнатылған. Дегенмен де сол тыйым салынған аймақтарда белгілерге қарамастан, ескертулерге қарамастан тәртіп бұзып, сол жерде суға түсетін жандар да кездесіп жатады. Оны жыл сайын көзімізбен көріп, куә болып жүрміз. Оларға қандай шара қолданылады негізі? Ол тыйым салынған орындарда жалпы шомылған болса, ол жерде әкімшілік құқық кодекске сәйкес жергілікті полиция қызметкерлері әкімшілік жауапкершілікке тартады. Оның ішінде ескерту береді, одан кейін айыппұл салады. Жалпы шомылу маусымында енді маусым басталмаса да, осы уақытқа дейін суға кетіп жатқан жандар соңғы уақытта жиі кездесіп жатыр. Оған не себеп болуы мүмкін? Негізі бұрынға қарағанда статистика көбейді ме? Қалай сол туралы айтыңызшы? Жалпы біздің облысымызда статистикаға тоқталып өтетін болсам, біздің облысымызда жыл басынан 20 адам суға кету фактісі тіркелді. Оның ішінде 15 жас балалар. Бұл жерде енді жас балалар бізде жыл сайын үнемі көп кететін бізде жас балалар, өйткені біздің облысымыз тығыз орналасқан. Оның үстінде біздің облысымыз климаты ең ыстық аймақтың өлкеде орналасқан. Сондықтан да бізде шомылу маусымы жалпы сәуір айынан басталып кетеді балалардың суға түсуі. Енді қазір сол балалардың суға кетуінің негізгі себептері ол ата-аналардың қарауынсыз қалдыру болып отыр балалардың. Жіті қадағалауда ұстамауы деген секілді арықтардың, каналдардың, өзендердің бойына ойнап кетіп, абайсызда осындай жағдайлар, қайғылы жағдайлар орын алады. Биыл 20 бала деп айтып жатыр, 15 бала, ол өткен жылға қарағанда қаншалықты көп немесе? Өткен жылға қарағанда, өткен жылдың статистикасымен қазіргі таңда бізде бірдей болып отыр. Бірдей, өткен жылда 15. Өткен жылда 15 бала. Осы тұрғыда ата-аналарға бір түсіндірме жұмыстары немесе ескертпелер жасалады ма? Ата-аналарға бізде қазір енді әлеуметтік дамыған заман, социальный сет деп айтамыз ғой. WhatsApp арқылы барлық топтарға, балабақшалардың, мектептердің, ата-аналардың тобына біздің жадынама бейнероликтер жолданып отырады күн сайын. Одан кейін барып үлкен кісілерге, газет, журналдарға деген сияқты бұқаралық ақпарат құралдарына кеңінен таратылып жатыр. Бұл өздеріңізге де белгілі. Біз қазір бейнеролигімізді осы облыстық көлеміндегі барлық телевиденияларға жариялағанбыз. Одан кейін бар рейдтік шаралар жүргіземіз. Мектептерде ашық сабақ, тәрбие сағаты дегендерде кең ауқымда бәрі қамтамасыз етіліп жүргізіліп жатыр. Шомылу аймақтарында болып жатқан, шомылып жатыр ғой, әлі шомылу маусымы ашылған жоқ. Рейдтік жүргіземіз дедіңіз, сол жақта шомылып жүрген жандарға айыппұл салына ма, әлде қалай ескерту жұмыстары жүргізіле ме? Қазір бізде егер үлкен ересек адамдар болатын болса, оларға әкімшілік шара қолданады. Егер кәмелетке толмаған балалар болатын болса, оларды ата-аналарына табыстап, сол жерде ата-аналарынан ескерту беріледі. Бізде күнделікті осы төтенше жағдайлар департаментінің аудандық қалалық подведомственный қызметкерлерінің барлығы тиісті жұмыстар жүргізіп, рейдтік шаралар жүргізіп отыр. Күнделікті осы тыйым салынған орындарға.
Оның ішінде еріктілер бар, әкімшілік қызметкерлер бар, қоғамдық жаңағы жұмыспен қамтудан тартылған қызметкерлер бар. Барлығы бір мезетте осы орындарға жаңағы рейдтік шара, профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Қанша жерлер тыйым салынған бізде шомылуға болмайды деген? Бізге жаңа айттым, облыс әкімі қаулысында 111 өзен көлдердің бойынан жағасынан барлығы алынған, ол бекітілген. Ол жерлерге бүгінгі таңда 250-ден аса жаңағы тыйым салу белгілері орнатылған. Қазір сондай белгілер орнатылып, ескертпелер жасалып, толық аяқталды ғой, жұмыс? Аяқталды. Қазір рейдтік шара жүргізіп отырамыз күнделікті. Күнделіктің күнде. Бүгінгі таңда 80-ден аса бала ата-анасына табысталды. Осы өзен каналдарының бойында ойнап жүрген, жалғыз қалған балалардың барлығын біздің қызметкерлер, жергілікті атқарушы қызметкерлер барлығы осы рейдтік шара кезінде ата-аналарына табыстайды. Ана ересектерге бірден айыппұл салына ма, әлде бірінші ескерту бола ма? Ескерту шарасы. Ал екінші күні тағы да осындай болатын болса, рұқсат етілген аймақтардың басым бөлігі қай аумақтарда орналасқан, қай аудандарда? Рұқсат етілген басым бөлігі бізде Арыс қаласында, одан кейін барып Түркістан қаласында, Сауран ауданында, одан кейін Бәйдібек аудандарында, Шардара. Ал негізгі қауіпті аймақ деп танылғандар қай аудандарда болса? Қауіпті аймақ деп облыстың бүкіл осы қаласының аудан қалаларындағы барлық орындардан теріп алынған. Бұл тізім негізі неге қарап бекітіледі? Былтырға қарағанда, алдыңғы жылдарға қарағанда өзгеріп қауіпті аймаққа қосылған тізімдегі сондай орындар бар ма? Біз бұл орындарды жаңағыдай қалай айтсақ болады. Адамдар суға көп кетуі мүмкін, және шомылуға қолайсыз, асты таза емес деген сияқты. Болмаса жаңағыдай шөп, балбырлар басып кеткен жаңағыдай. Сондай орындардың бәрін белгілеп алғанбыз. Ол жерлерде жаңағыдай коммуналдық жағажай ашу мүмкін емес, халыққа арналған. Сондықтан ол жерлердің бәрін тыйым салатын орын белгілеп қойғанбыз. Арнайы рұқсат етілгенмен де, ол жақта да қауіпсіздігін ережесін сақтамаса, суға кету жағдайлары кездесіп жатады. Тіпті бассейндерде болып жатты өткен жылдары. Бассейндерде де мұндай жағдайлар орын алып жатады. Бұның барлығы жаңағы бассейнге барған баланың үлкендеріміз қарауынсыз қалуы деген сияқты фактілерді орын алады. Негізі балалардың арасында жиі кездесе ме? Балалардың арасында, біздің таңда қазір осы 15 бала ғой, біздің облысымызда кетіп отқан. Оның ішінде осы біреу бассейнде. Бассейнде болды, бір ондай фактілер де бар. Бассейнде құлап кеткен, ойнап жүріп құлап кеткен. Жалпы рұқсат етілген орындарда да рейдтік жұмыстар қаншалықты жиі жүргізіліп тұрады? Рұқсат етілген орындарда рейдтік жұмыстар жүрмейді, ол жерде де түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Барып халыққа белгіленген аймақтан асып кетпеу деген сияқты, балаларды қараусыз қалдырмау, терең жағына қарай шомылмау, қайықтардың жағада басқа жүру құралдарына жақын жүрбеу деген сияқты. Күнделікті барып осындай түсіндірме жұмыстар жүргізіліп тұра ма, әлде өздеріне арнайы бекітіліп қойған адамдар бар ма, сол жерде тұрып, сол жерде айтып отыратын? Коммуналдық жағажайларда өз бекітілген құтқарушылар болады. Сол құтқарушылар сол жерде коммуналдық жағажайдың жұмыс істеу режиміне қарай сол жерде жұмысын жүргізіп отырады. Ашылғаннан бастап жабылғанға дейін сол жерде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп тұрады. Одан бөлек біздің қызметкерлер, департаменттің қызметкерлері барып ол жерде жұмыс жүргізеді. Түсіндірме жұмыстарын. Ал мынау арнайы демалыс аймақтары, демалыс орындары, олар жата ма жаңағы рұқсат етілген орындарға, жоқ әлде ол жерге тек жаңағы арнайы бөгет су қоймалары? Арнайы демалыс орындары дегенде бізде жаңа бекітілген өзі орындар бар. Жаңа 27 орын деп айттым, оның ішінде 11 коммуналдық жағажай ашу үшін, қалғандар демалыс аймақтарынан бөлініп алған. Бірақ одан басқа да демалыс орындары, ол жерлерде бізде жаңағыдай тыйым салу деген сияқты белгілер көрсетілмеген. Өйткені ол демалыс аймағы болғандықтан, бұл жердің өзінің заңы бар, қожайыны бар деген сияқты. Демалыс аймақтарына негізі сіздердің тараптарыңыздан тексеру немесе бір қадағалау жұмыстары жүргізіле ме? Талапқа сай келе ме, қауіпсіздік шаралары? Біздің өзіміздің бекітілген бұйрықтарымыз бар, заңнамалық актілеріміз бар. Соларға сәйкес бізге жаңағыдай, егер де бір қайғылы орын алатын болса, егер де жаңағыдай суға кету фактісі деген сияқты коммуналдық жағажайларда орын алатын болса, мысалы демалыс аймақтары демеймін,
коммуналдық жағажайларда ол жерлерге біздің тарапымыздан жаңағыдай тексерулер ашылып, себептерінің бәрі анықталатын болады. Ал егер демалыс аймақтарына біздер тек қана түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз бұл жерге барып. Жалпы енді түсіндірме жұмыстары аяқталды дедіңіз, иә? Бірақ осы түсіндірме жұмыстары қалай жүргізіледі? Енді аудандар бар, иә? Демалатын орын, рұқсат етілмеген орын қаншама көп. Түсіндірме жұмыстары жекелей жүргізіле ме, жоқ әлде мекемелер мен мүмкін оқу орындарына барарсыздар? Бізде аудан және жалпы облыс әкімі бекіткен жоспар болады жыл сайын. Бізде жоспарға сәйкес жұмыстар атқарылады. Біршама қазір осы жоспарға сәйкес жұмыстар жүргізіледі. Оның ішінде сіз сұрап жатқан жаңағы рейдтік жұмыстар бүкіл аудан қалада облысымыздың барлық аймақтарында қамтылады. Әкімдері өздерінің аумақтары бойынша жаңағыдай жоспар бекітеді. Жоспарға сәйкес жергілікті полиция қызметі сол ауданның қаланың әкімдіктің жаңағыдай еріктілер бар, оның ішінде қоғамдық жұмысшылар бар. Оның барлығы бірдей шығып, бір мезетте, бір күнде барлығы жұмысын жүргізеді. Күнделікті. Жыл басталғалы енді 5 ай ғана өтті, тіпті шомылу маусымы әлі басталған жоқ. Жаңағыдай енді статистика деген енді қуантарлық емес, 20 адам бір облыстың өзінде суға кетіп үлгерді. Осы тұста енді балалар көп болғаннан кейін біздің ата-аналарға немесе жалпы тұрғындарға маман ретінде өзіңіздің кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Не істемеу керек, не істеу қажет? Бұл сәтті пайдалана отырып, мен осы жалпы облыс тұрғындарына, облыс қонақтарына қазір шомылу маусымы жақындап келіп жатыр бізде. Балалардың каникулға шығады уже санаулы күндерден кейін. Балаларды қараусыз қалдырмау бұл жерде. Үлкендерге айтарым, ата-аналарға балаларыңызды қараусыз қалдырмауларыңызды сұраймыз. Және де өзен көлдердің бойында жалғыз жібермеулеріңізді, жаз мезгілінде демалыс орындарында жүрсеңіздер де, шомылу орындарында жүрсеңіздер де, жалаларды жаңағыдай өздеріңізден, көздеріңізден таса қылмауларыңызды сұранамыз. Мынау ересектердің арасында да енді суға кету болып жатады ғой. Мысалы, соларға да бір суға түскен кезде не нәрселерге мән беру керек, қандай Және естен шығармау қажет. Сол туралы айта кетсеңіз. Үлкен кісілерге енді бұл жерде суда қауіпсіздік бірінші ережесін сақтау керек. Өз суында түсетін температурасы болады деген сияқты. Сол және түсетін орынға көз жеткізіп алу керек. Бұл жердің асты дұрыс па, түсуге бола ма, болмай ма деген сияқты. Біздің тараптан қанша ескертулер жүргізіліп жатса да, қазір суға кету фактілері тіркеліп жатыр. Оны жасыратыны жоқ. Бірақ жаңағыдай қауіпсіздік ережесін сақтау, балық аулау кезінде үстінде жаңағыдай балық аулаудың да өзінің ережелері бар, қайықтағы деген сияқты. Ауа райының қолайлылығына қарау керек балық аулайтын кезде, шығатын орынға, өзенге деген сияқты. Сол бірінші кезекте қауіпсіздікті сақтау керек үлкендерге. Жаңағыдай мас күйінде алкогольдік ішімдік ішіп алып суға түсу деген ол өте қауіпті. Осыны сұрағалы отыр едім. Масаң күйде рейдтік шара кезінде масаң күйде ұсталған азаматтар бар ма? Немесе жалпы ондай жағдайда егер қолға түсіп қалса, оларға қандай шара көріледі? Ондай жағдайларда біздің облысымызда қазір 25 әкімшілік кодекстің 440 бабына сәйкес осындай демалыс аймақтарында алкогольдік ішім ішумен 25 хаттама толтырылып, 400 мыңға жуық айыппұл салынды. 25 жеке тұлғаға. 25 жеке тұлғаға 400 мыңнан аса. Ал рұқсат етілген аймақтарда, суға түсуге рұқсат етілген аймақтарда да, енді масаң күйде деген ол фактін жоққа шығара алмаймыз. Сондай аймақтарда, егер олар да сондай күйде жүретін болса, енді ол жерде бір рейдтік шара жүргізілмейді дедіңіз ғой жаңа? Ол жерлерде де жүргізіледі, ескерту шаралар қолданылады. Ол жерлерде де ол ішімдік ішіп алып суға түсу, ол уже біздің заңымызда көрсетіліп қойған. Түсінікті. Жалпы қанша маман жұмылдырылады осы рейдтік шараларға? Маусым басталғаннан кейін күнделікті қанша маман осы бағыт бойынша жұмыс істеп отырады? Күнделікті әр ауданда енді 15-ге жуық, оның ішінде 47-50 шақты адам бір шыққан кезде сондай адам жұмыс жүргізеді. Жалпы біздің облысымызда бүгінгі таңда 500-ге жуық рейд жүргізілді. Оның ішінде 1280 адам қызметкерлер
осы рейдтік шара тартылды. Бүгінгі статистикасымен. Бұл ары қарай жалғаса береді. Ал біздің құтқарушыларымыз шомылу маусымына қаншалықты дайын? Біздің құтқарушыларымыз шомылу маусымына жалпы бұл да енді төтенше жағдайлардың табиғи түрі ғой. Бұған біздің құтқарушылар кез келген уақытта дайын. Егер де біздің оның ішінде департамент ішінде жедел құтқару жасағы құрылған, оның ішінде жаңа сүңгуірлік қызметкерлер бар. Судың астында суға кеткен адамдарды іздейтін деген сияқты өзі мамандары бар. Олар күнделікті бұл жұмысқа дайын тұрады. Кейбір жағдайда техникалар жұмылдырылатын жағдайлар орын алады. Бізде техниканың жетіспеушілігі жоқ па, бар ма, жоқ әлде? Біздің облыста техниканың жетіспеушілігі ондай жағдай жоқ, барлығы жеткілікті. Барлық жерге жетуге, уақытында баруға жағдай жасалған. Осы дәл суға келетін болсақ, суға қатысты мамандар, құтқарушылар қаншалықты бір білімін жетілдіруде немесе қызметінде сонда біліктілігін арттыру жұмыстары қаншалықты жиі жүргізіледі? Мүмкін тәжірибе алмасу басқа қаланың, елдің мамандарымен? Бізде тәжірибе алмасу жалпы құтқарушылардың өзінің оқу жаттығулар болады жыл сайын бізде. Сол оқу жаттығуларға барып, облыстардың арасында өздерінің жаңағыдай біліктілігін арттырады. Жаңағыдай бір-бірімен опыт алмасады. Тәжірибе алмасу деген сияқты бұндай шаралар бізде қолға алынған. Жыл сайын бізде оқу жаттығу кезінде басқа да жаңағыдай семинарлар, басқа кездерде жүргізіліп отырады. Ал мамандар жеткілікті ме? Мамандар жеткілікті біздің облысымызда. Бір басқа қаладан мамандар шақыратын жағдайлар кейде кездессе де, жалпы негізі қандай жағдайда басқа қаланың мамандарына жүгінесіздер? Мүмкін Шымкенттен, бізде мысалыға бірден екі қоңырау түскен жағдайда, үш қоңырау түскен жағдайда, мысалы облысымызда енді жаңағыдай сондай бірден екі-үш қоңырау түскен кезде біздің құтқарушылар жан-жаққа бөлінеді. Егер де сол кездерде бізде қосымша Шымкент қаласының құтқарушыларын жаңағыдай көмекке шақырамыз. Ол мүмкін жаңағы төтенше жағдай орын алған мекенге де байланысты шығар, енді қай жаққа жақын орналасуы. Мен тек қана сіздерге қазір құтқарушылар сүңгуірлердің несін айтып отырмын. Водолаздар дейді ол бізде су астында қызметкерлер бойынша айтылады. Бізде басқа өрт сөндіруші, басқа да қызметкерлер бар ғой. Әрине. Кейде жаңағы суға кеткен адамды іздеуге ерікті ретінде тұрғындар, туыстары көмектесіп жатады. Бірақ кейбір кезде енді уайымдағаннан кейін, қорыққаннан кейін олар түрлі шу шығарып жатады, немесе көңілі толмаушылық болып жатады, енді түсінбей жатады жұмыстарыңызда. Сол кезде олармен қандай жұмыс атқарасыздар? Олар сіздерге кедергі келтірмеу үшін, іздеуге мүмкін пайдасын ғана тигізу үшін, кей кезде енді өз еркімен іздеп кетіп жататындар бар, күткісі келмей. Енді бұл жерде бірінші барған кезде әрине бұндай нәрсе орын алады. Өйткені кім қайсы адам болмасын, батса да туыстары, ағайындары қайғырып бұл жерде бірінші үрейге беріліп деген сияқты неше түрлі жағдайлар кездесіп жатады. Бірақ енді біздің құтқарушылар өзінің жұмысын біледі. Бұл жерге бұндай жағдайға да үйреніскен уже. Енді сабырға шақырып бұл жерде барынша іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Ол жерде енді бізге кідіруге уақыт жоқ. Біріншіден және де кеш батқан кезде іздестіру жұмыстары тоқтайды. Қараңғы түскенге дейін бізде біздің құтқарушылар да өзінің маманы қай жерге қалай, қанша уақытта батты, қай кезде батты деген сияқты өзінің бағыттары бойынша бірінші іздеп шығады. Еріктілер кедергі келтіретін жағдайлар негізі кездесе ме? Негізі оларды араластырған іздестіру жұмысына қаншалықты дұрыс, ыңғайлы? Егер де енді бұл жерде еріктілерді араласқаны жалпы судың көлеміне қарай, егер үлкен канал, ағыс канал болатын болса, ол ағыз алып кететін болса, қандай жағдайда батты, мысалы бірінші мән-жайды анықтау керек бұл жерде. Сонымен қатар қай жерден батты деген сияқты бір соған қарай жаңағыдай біздің құтқарушылар судың үстімен
жан жағымен іздесе, еріктілер де басқа жағынан қарастырып іздесе керек. Бұл жерде олардың бір артықшылығы, ондай бір кедергі келтіретін жағдай жоқ. Просто бағыт бағдармен жұмыс жасайды. Жалпы, егер бір адам суға кетті деген жағдайда, қандай кезең-кезеңмен жұмыс істейсіздер? Қандай кезеңдер болады? Бірден іздестіру жұмысы жан-жақты басталып кетпейтін шығар бәлкім? Бұл жерде енді бір адам батты деген кезде, мысалы, көрген білген адамдардың бағыты бойынша бірінші жұмыс жүргіземіз. Сол жерде қасында досы болды ма, батып кеткен кезде, бір туысы болды ма деген сияқты, қай жерге батып кетті деген сияқты, қай жерден қалай, соған қарай біздің құтқарушылар бірінші суға түсіп іздеуді бастарады. Одан кейін барып, егер ол жерлерден табылмаған жағдайда, уже олар өздерінің бағыты бойынша іздейді уже. Түсінікті. Тамаша. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалыпты. Осы көрермендерге айтар ыстық-ықылас тілегіңіз болса, мархабат, және де өзіңіздің айтар кеңесіңіз болса да. Сіздерге рахмет шақырғандарыңыз үшін. Бұл бізге үлкен бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Мен енді тұрғындарға, облыстық қонақтарына айтарым, қауіпсіздік шараларын шомылу маусымы келе жатыр, барлығыңыз білесіздер, сіздерге де құлақ қағыс ретінде жүрген жерлеріңізде айта жүріңіздер осы нәрсені. Үлкендердің қараусыз қалдырмаңыздар, балалар. Бұл жерде кішкентайлар ғой, біздің болашағымыз, және де демалыс аймақтарына ертең сіздерде еңбек демалысы деген сияқты үлкендер де демалысқа шығады. Сол демалыс аймақтарында бірінші кезекте қауіпсіздікті сақтаңыздар. Шомылуға бола ма, рұқсат етілген ба, етілмеген жер ма, сол жерге көз жеткізіп алыңыздар. Рұқсат етілген жерге ғана, және белгіленген өзінің аймақтары болады, сол жерде ғана шомылуға сияқты. Және де жүзу құралдарын пайдалансаңыздар, міндетті түрде кеудешелерін киюді ұмытпаңыздар. Тамаша. Су қателікті кешірмейді дейді ғой. Ал сізге уақыт бөліп келгеніңізге, пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілейміз. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Ендеше қадірменді көрермен, бізге берілген 2 сағат уақыт өз мәресіне жетті. Бүгінгі күніңіз табысты, сәтті өтсін деген тілекпен біз бағдарламаны аяқтаймыз. Әрбір үйде отырар телеарнасы қосулы болсын. Әр күніңізді жаңа күнмен бастаңыз. Аман саулықты жүздескенше көрермен.